Тавайым жылбаймын, жана тынчтык акын келгиче, ал менен айтышмайынча тынбаймын. Айтор тынчтыгыңар туугандары, жеңилдим деп айткыча мен бияктан 6 күн жатып ырдаймын. Башка сөздү билбеймин, баарыңды батам дебейгин деймин. Бирок билесиңер туугандар бирөөнүн атын минбеймин. Башкасыныкын билермин, бирок дөмөлгө тийбеймин. Себебин ошол айтканда, анткени мынан Абдыкерим атамдай саяпкерлери бар үчүн үмүттөй болгон атамдай саяпкерлиги чоң ишке талапкерлери бар үчүн жорголорун салдырса алдынан ат салдырбас, аргымакты таптаган, арпадан берип баптаган кагылайындой аталары эң алдыңан ат кетпеген, башыңдан бак кетпеген, ошол кубаласаң атыңды кууп барса жетпеген, жетем деген жылкыны жет аттасаң өкчөгөн. Айтор бир аптаны бир аттап аталардын аттары кезинде чуркап берген экен го, намысына карачы жара берген экен го. Ошол ат баптап ошол келаткан үмөт менен Абдыкерим атамдай ой, менин аксакалдарым эсен го. Ой, анткени саяпкер ушул аталары аттыгандай таптаган, аттары коен соору сүмбөгөн, уч каягың учкан желе, каманжак балык жолу, аны катыра таптап минбесе, анын табынан кетсең айып чоң. Ошолу кулун куйрук сыйда жалы, мукур эмес баш көскөн, музда туулуп таш көскөнү, кашка тиши кадоодой, кара тили бүлөөдөй. Ошол аргымактарды миниптире аталар атты чапканда, ар күнүң болчу түнөөдөй. Ошол артыңыздан сиздердин апаптаган карача, жолуңузду жолдогон, өзүңүздүн жолдорду калтырбай жолго колдогон. Мына жанымда кел тынчтык, ой балаңара, тынчы кетип жанадан кечигип турган балаңара, эме кагылайын тынчтыгым. Сенин бир башкача мүнөзүң, конокту койтуп кечкен ырдатып, өзүң коомай жакта жүрөсүң. Тынчтык коёндой качып кетти деп сен жокто тартып ийдим сүрөтүң. Эми Болотбекке жук болдуң, менин болбоорумду билесиң. Алдартыңан бир чыгып толгооруңду билесиң. Айтор ырдайым бүгүн гүлдөйүн, жалпы казарманым турганда кантип бүгүн сүрдөйүн. Сен да байкап ырдагын, болбосо бапшатаң сыяктуу башыңа мүшөк кийгизип бакка байлап жүрбөйүн. Эми тынчтык кашыма келип калыпсың, сен карап турсам аныксың. Мына жаң эле көрүп олтурам, сен менен мен менен бармактай да тааныштың. Бул макмалдын алтыны кайда деп жүрсөм, сен ап этип оозго салыпсың. Эми мына тынчтык деген жан досум, тынчыккан менин бар досум, сезимиң күчтүү баласың, сендей болсуң ар досуң. Эми керемет элдин алдында эң көбүс бир чабылып тердеген, бир акырдан жем жеген, бир өнөрдү дегдеген. Мына макмалдын сендей баласын, мактанамын сен менен. Өзүң такыбаң өскөн баласың, бошобой оозуң келмеген. Ушунуңан жазбаңыз, канаң узартып кепти баштаңыз. Сиз жокто талай ырдадык, айылыңа келгенде айттык кепти тынбадык. Эми тааныштырып айылыңдын тарыхын мага айтып бер. Айта албасаң тынчтыгым, кезегимди кайтып бер. Айтор эстетип өткөн санжыра элесин мага тартып бер. Эки ооздоп айтаң албасаң, эртерээк кезек кайтып бере. Бүгүн айтышам десең мен мында, тартышам десең мен мында. Балкышып ушул тойдон кайтышам десең мен мында. Эми көңүлүн элдин бөлсөңчү, тыкы сага кезек берерде бир сунушум бар эле. Сунушума көнсөңчү, эр жигитти билесиң, тула бою тулкусу булчуңу менен өлчөнчү.
бұл бабалардың таштарын ой балқанақтай жігітсің тықын сен көтеріп көрсеңші Манайыңыздар жақшыбы маңдайда тұрған ағайын Бұл жерде қарың ақсақалдар көп екен қатарыңарды қарайын Андаң ырысту жерге келгенде ырдағанға жарайын Ыр жағында бір четі тыңдағанға жарайын Мұнакей ырыске шүкті қалқымды сыйлағанға жарайын Борқылдап маға тиішкен қазір болоттың шайын алайын Бол бұғым маға кеп айтат болотым қазір нен айтат Байқап қарап отырса кімдің қандай екенін о керемет қырғыз ел айтат Мен намазға кетсем дарөле бұл қашып кетті деп айтат Болоттой болған баланы сатып кетті деп айтат Жоқ мен тақыр қашпадым тартыбыңды сақтағын ағайын елген ұғылсын айтылған болот дастаның Мен дағы қалап тұрамын қалдайған қырғыз халқымдың ұшыл ақын қале қолын чапқанын Айланайым болотым алтынын сөздің терді да Баштағанда леті кеңе тиішіп мұнда берді да Мен дағы байқап тұрамын болоттың арбір сөздерін бұл тұп-тура деген елді да Бірақ мен сенден қантеп қачайын ағайын елген аянбай алтын сөзден чачайын Анткені 5-10 мүнөткө жоғылып менің кеткенім намастың уақытысы келді да Ошондуктан момундар жарқылдаған сонундар болбосо жарқылдаған қырғыздар тартип көргөн улгыздар далай турмуш бар бирок ошол турмуштун баарында намасын убактысында калтырбай окуп жүргөн ата бар сообуна соопту кошуп жүргөн апа бар аман болсун деп тилейм маңдайымда көлкүгөн моунда машалла деген аталар машалла деген апалар эң негизгисин айтканда бүгүн кабыл болсун деп тилейм ол бүт барың берген баталар Байқап қарап отырсақ, мына бардық елім жайдары болотымдағы сайрады. Айланайым болотым борқылдады, қайнады. Анткени бүгін болоттой болған досымдың, қош бұлақтың өзінен, дөдөмөлдің төрінен, атып тұрат таңдары. Болоттой болған бұл балаң ақындардың балбаны. Болот болса таштөбөнің құлыны, бирок таштай оор салмағы. Болот ақын келді деп болған дөдөмөлдің елдерің аябай тұрат жайдары. Бирок ынтымақта жүргілі, ошол ырыстуу тоқтор балдары. Мынакей бажырайып жүргілі, ошол бабам тоқтордың балдары. Анандағы бөкемге айтат, айланайын туғандар уқтың ардыбын ең айтат. Өзің болса бол чойған жақшы баласың, болыңды таштыдар өле көтеріп салчы деп айтат. Мынакей қантипті кең чамбасын, айтылған арбір сұрауны есіңе қантип салбасын. Азыр мынакей өкөбүз буму ташты көтерсөк, болотым көтөр алабыганы мен тақыр айта албайм. Бирок тыныштык кетсе көтөрүп болот уятка анан калбасын. Ошондуктан айтарым, мен дагы балбандардын тукуму, өзүм болсо темирден темир деген билесиң. Темирден үзөңгүнү темирген, темирден чыккан тыныштык, ырыдагы төгүлгөн, ырыстың элге көрүнгөн. Темир бар
барып байқасам саяқтарға тақалат. Анкені бабаларыбыз саяқта, бұлар ділі саяқтан ошол тараған. Анакей түп атасын айтқанда, түпті қырғыз елебіз түгел қолын чабатта. Санжырасыңдың айт дейсің, санжыраның ырдаса, тыныштықтың ырларын бөкем уғып жетіш албай қалатта. Анкені тыныштықтың ырлары бір жағынан даватта. Ағайын елген ырдаса, алтындан бетер жағатта. Анандағың айтқаным, мұнакей тоқтырдай болған атабыз, батыр болған Турбайба. Ағайын елген ақ қызмат қылып кеткен бір кесте, асыл болған Турбайба. Ел жеріне тоқтыр атабыз, жақын болған Турбайба. Ошол тоқтыр атамдың бір жеті данышмандығын ырдайлы. Алеми тоқтыр атадан тараған, далай-далай бұл жерде урусын айтып санаған. Қарыларыбыз олтырат, ушулардың бары тең, алтындай болған ойғырат. Ойланып қарап олтырсам, мынакей бұл жерде Байке деген атам бар. Тоқтыр урусунун бұл кесте ақсақалы болдыңыз, океандай толдыңыз. Қарысы бүгін болдыңыз, мынакей халық ішінде толдыңыз. Болбосо Байкең атабыз, мынакей 5 уақыт намаз оқыған, ырындағы тоқыған, сыйындағы тоқыған. Албетте сиздей болған атанын, алтындай болған емгегін, қылғанындағың айталы. Ағайын қырғыз халқының қызматында күн түні тұрған.